بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Тағала Құрандағы өзінің ең үлкен сүресі, яғни Бақара сүресінің алғашқы 5 аятында мүминдер жайлы айтады. Яғни мұсылмандар, олардың сипаттары, олардың ғайыпқа иман еткендері деген сияқты. Одан кейінгі 2 аятта Аллаға қарсы шыққан, яғни Алланы мойындамаған кәпірлер жайлы айтылады. Одан кейінгі 7 аят бойы Аллах Тағала мұнафықтар, яғни 200-лер жайлы аяттарында баяндайды. Яғни бұл аяттан байқайтынымыз, жалпы адамдарды 3 түрлі топқа бөліп қарастыруға болады. Олар мұсылмандар, яғни мүминдер, Аллаға иман еткендер. Одан кейін Аллаға қарсы шыққандар, яғни кәпірлер, және де 3-ші топ бұл өздерінің негізгі позицияларын, яғни жасырып, мұсылман кейпінде болғандар, бірақ шынайы жүректерінде, яғни мұсылман имандары жоқ адамдар. Яғни 200-лер дегеніміз бұл дүниеде мұсылмандардың арасында белгілі бір өздерінің мүдделері үшін мұсылман кейпін танытып, бірақ шынайы өздерінің жүректерінде Аллаға деген ешқандай сенімдері жоқ адамдар болып саналады. Бұлар бұл дүниеде мұсылмандарды алдап жүр, және де сонымен қоса Аллах Тағаланы да алдағысы келеді. Бұл жайлы Бақара сүресінде Аллах Тағала юхадиуналлаха дейді. Яғни олар Алланы алдамақшы дейді, яғни олар Алланы алдағысы келеді дейді. Бірақ керісінше олар өздерінің алданып жүргендігі жайлы айтады. Жалпы Аллах Тағала бұл дүниеде мұнафықтардың бет пердесін, яғни ақыретке қалдыру мүмкін. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединадағы мұнафықтардың аттарын, яғни олардың кімдер екенін уахи арқылы нақты білген. Яғни адам негізі біз сыртқы бейнемен бір-бірімізге қарым-қатынас жасаймыз. Яғни сыртқы бейнесі қандай, солай қабылдаймыз. Себебі біз адамның жан дүниесіндегі нәрсені, ғайыпты, яғни білмейміз. Оны тек қана Аллах Тағала ғана біледі. Өзі Құранда айтқандай, иннаху алимун бидати судур, яғни көкіректегіні білуші тек қана Алла. Сондықтан да біз мұсылмандар, жалпы кім мұсылман деді өзін, яғни Аллаға сенем деді, оны біз мұсылман ретінде қабылдаймыз. Яғни оның ішкі дүниесіне кірмейміз. Ол туралы біз яғни пікір жүргізбейміз, оған бір үкім шығармаймыз. Бұның бәрі тек қана Аллаға тән нәрселер. Міне сондықтан да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы нәрсені көрсету мақсатында мединалық мұнафықтарды, 200-лерді білсе де, оны бір жариялаған жоқ. Оларға өмірінің соңына дейін мұсылмандарға қалай қарым-қатынас жасады, дәл солай қарым-қатынаста болды. Міне осы арқылы мұсылмандар біз осы нәрсені білуіміз керек. Тек қана біз сыртқы бейнеге ғана үкім шығарамыз, сыртқы бейнеге қарап қана, бейнесіне қарап, сол нәрсеге қарап қана біз үкім шығара аламыз. Және де мұнафықтардың негізгі жазалары ақиретте беріледі. Аллах Тағала ол жерде жаңағы айтқандай, аятта айтылғандай, иннал мунафиқина фиддаркил асфали дейді. Яғни тозақтың ең түбіне тасталатын бұл мұнафықтар дейді. Неге? Себебі олар бұл дүниеде мұсылмандарды алдады, және Алланы алдағысы келді, және де олар көбінесе бір өздерінің позицияларын жасырып қалды. Аллах Тағала бұны осы дүниеде жасырылса да ақиретте ашқысы келді. Яғни ақиретте оларды ашып, және де сонымен қоса оларды ең үлкен жазаға дайындады. Мінекей сондықтан да бұл 3 топтың ішіндегі ең төменгі адамдар бұл мұнафықтар болып есептеледі. Әрине бұлар имандағы 200-лік жасағандар, яғни имансыз адамдар. Жүректерінде иманы жоқ, Аллах Тағалаға сенбесе де, Алланы сенем деген сияқты ұстанымды алдап жүрген адамдар. Бұлар имандағы 200-лер, яғни мұнафықтар, жүректерінде иман жоқ, бірақ өздерінің бір мұсылман көрсеткісі келген адамдар тобына жатады. Және де бізде тағы да бір екінші түсінік бар, мұнафықтық, яғни амалдағы мұнафықтық деген нәрсе бар. Яғни біздің амалдарымызды Алланың емес, басқа бір адам үшін жасаған. Бұны біз дінімізде, шариғатымызда рия деп атаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, яғни кіші ширктен қорықпайсыңдар ма деген кезде, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар ол не нәрсе деген кезде осы рияны айтқан. Яғни рия деген нәрсе көзбояушылық. Бұл да бір 200-лік, бірақ иманда емес, яғни адамды діннен, мұсылманшылықтан шығарып жібермейді,
бірақ оның жасаған амалдары алла разылығы үшін емес, алланың разылығын көздемегендіктен, яғни ықыласы дұрыс болмағаннан кейін оның амалдары күйіп кетеді. Яғни оның жақсылығын, сол жасаған жақсы амалының жақсылығын ол сол дүниеде алады. Яғни ол біреудің алдында мақтанышқа ие болуы мүмкін, біреудің жаңағы назарына түсуі мүмкін деген сияқты. Бірақ ол нәрсені алла разылығы үшін жасамаған үшін ақиретте сол жасаған жақсы амал үшін ешқандай бір сый сияпат алынбайды. Мінекей жалпы мұнафықтың бізде екі түрі бар. Ол иманда мұнафықтық жасағандар, екі жүзділер, олар жаңағы тозақта ең түбінде қалатындар мәңгі, және де мұсылмандардың арасындағы рия жасаушыларды да кіші ширк, яғни оны да бір екі жүзділік деп атаймыз. Әрине Аллах тағала бұл үлкен мұнафықтан да, яғни рия сияқты кіші амалдағы риялықтан да, яғни екі жүзділіктен бізді Аллах тағала сақтап, осы естіп білгенімізге амал етуді нәсіп етсін. Уа ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.